Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Кәдірханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанда неге тыйым салынған? Грамматикалық тақырып себеп, салдар, салалас, құрмалас сөйлем. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Ашулану, аймақ, айыппұл, бас тарту, жазалау, жүйе, жол жиегі, құрметтемеушілік, қоғамдық жұмыс, қатаң шара, куә болу, көңіл бөлу, өсімдіктерді жұлу, от жағу, селқостық, темекі тұқылы, тазалықшы, түкіру, шылым шегу, ішімдік ішу. Біздің еліміздің табиғат байлықтары орасан зор. Олар халық қажетін қанағаттандыру, әрі шаруашылығын дамыту үшін қажеттің бәрін береді. Дегенмен, бұл байлық қаншалықты мол болғанымен оны сақтай біліп, дұрыс пайдаланбаса, уақыт өткен сайын ол да сарқылады. Сондықтан табиғат байлықтарын қорғаудың аса зор маңызы бар. Қазақстанның табиғатты қорғау жөніндегі заңдары еліміздің табиғат байлықтарын дұрыс пайдалану мәселесіне зор көңіл бөліп, 1918 жылдың өзінде ақ табиғатты қорғайтын арнаулы комитет ұйымдастырды. Соның нәтижесінде табиғат байлықтарын дұрыс пайдалануға және қорғауға бағытталған алғашқы заңдар белгіленіп қабылданды. Заңда пайдалы қазбаларды, суды, жер беті мен жер асты сулар, ормандар мен құстар, атмосфералық ауа, топырақ және тағы басқаларды қорғау қарастырылды. Бірінші тапсырма. Бос орынды толтырыңыз. Үлгі ретінде сіздерге бірінші сөйлем көрсетілген. Мен қазір достарыммен бірге киноға бара жатырмын. Жақсы, тексеріңіз. Мен қазір достарыммен бірге киноға бара жатырмын. Олар ертең орталық саябаққа қалалық сенбілікке қатысады. Отандық компаниялар өткен жылы Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау бойынша бірнеше жобаларды іске асырды. Бүкіл әлемдік қоршаған ортаны қорғау күні дүние жүзі бойынша жыл сайын 5 маусымда атап өтіледі. Орталық кеңседе жиналыс басталғалы жарты сағат болды, ал олар болса әлі жоқ. Екінші тапсырма. Әр суретке сәйкес келетін тыйымды жазыңыз. Тексеріңіз. Түкіруге, сағыз шайнауға, табиғатты ластауға, қоқыс тастауға, ішімдік ішуге, темекі тартуға, от жағуға, өсімдіктерді жұлуға тыйым салынады. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. Себеп, салдар, салалас, құрмалас сөйлем.
Себеп салдар салалас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің бірі екіншісінде айтылған істің себебін не салдарын білдіреді. Мысалы, мен қазақ тілін білемін. Себебі мемлекеттік тілді білу менің міндетім. Себеп салдар салалас құрмалас сөйлем құрамындағы компоненттер. Өйткені, себебі, сондықтан, неге десеңіз деген жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысалы, мен ағылшынша түсінбеймін, сондықтан қазақша фильмдер көремін. Театрдың жанындағы дүкенге бардым. Себебі Нұра супермаркеті жабық. Үшінші тапсырма. Тиісті жалғаулықты қойыңыз. Сіздердің назарларыңызға себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті деген жалғаулық шылаулар берілген. Жақсы, дайын болсаңыз, тексеріңіз. Ол Сингапурдегі қоғамдық орындардағы тәртіппен танысып жүр. Өйткені жақында Сингапурге бармақшы. Қала маңында қоқыс төгетін арнайы орын жоқ. Сол себепті қала тұрғындары наразылық тудырып отыр. Бүгін ол экология мәселесіне арналған республикалық конференцияға қатысады. Себебі кеше түні бойы баяндамасына дайындалды. Экологиялық таза өнім алу үшін жақсы технология керек. Сондықтан отандық ірі компаниялар шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасуда. Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Төмендегі тақырыпқа байланысты мәтін құрыңыз. Сіз Қазақстанның азаматы ретінде еліміздің экологиясын қорғауға қандай үлес қоса аласыз? Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.